Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бешбармаққа арнап езілмейтін, жыртылмайтын жайма қамырдың рецептінен бөлісетін боламын. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен бұл жерде 200 грамм суға 2 жұмыртқа салдым. Одан соң 1,5 ас қасық сұйық май құйып, массамыздың бәрі 300 грамм болды. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала еленген ұнымызға осы массамызды құямыз. Мен бұл жерде 650 грамм ұн алдым. Осы суымыздың бәрін құйып, енді қамырымызды илейміз. Қамырдың езілмей, жыртылмай әдемі болып шығуы осы иленуінде болғандықтан, ешқандай іртіксіз жақсылап қамырымызды илеу қанғанша илейміз. Артық су құймаймыз. Осылай қамырымызға ұндарын салып, жақсылап осылай қолымызбен илесек, ешқандай іртік қалмайды. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, суала жасап, пакетке салып, жарты сағат демалдырып қоямыз. Неге жарты сағат өткеннен соң қамырымызды осылай қайтадан қолымызбен осылай басып аламыз. Одан соң пакетке салып, тағы да жарты сағат демалдырсаңыз, қамырымыз оңай жайылатын болады. Сонымен 1 сағат көлемінде қамырымыз дайын болады. Енді қамырды жаямыз. Басында осындай ұлпа сеуіп, оқтаумен осылай жайып алыңыздар. Енді сағат тілімен айналдыра отырып, тек қана шеттерін жайып шығамыз. Сонда қамырымыз бір тегіс, ортасы жұқарып қалмай әдемі болып шығады. Ұлпаны басында ғана молынан сепсеңіздер болады, соңында ұлпа сеудің қажеті жоқ. Оқтауға орап жайғанда тек қана 2 шетін қолыңызбен басып жайыңыздар, сонда ортасы жұқарып қалмайды. Мінеки қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды бешбармаққа, мантыға, пельменге, кеспеге пайдалана берсеңіздер болады. Мен бұл жерде бешбармаққа пайдаланатын боламын. Мінеки қайнап тұрған сорпамызға осылай саламыз. Мінеки сорпадан сүзіп алғанда дара-дара әдемі болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлерді жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.